Тікелей эфирде жеті Ньюс, студияда Айша Жақсыберген. Қайырлы кеш. Бүгін жаңалықтардан көретіндеріңіз. Бүгін әлемнің барша мұсылмандар үшін берекеге толы ораза айт басталды. Қасиетті Рамазан айының бітуін білдіретін бұл күні орталық Хибатулла Тарази мешітінде айт намазы оқылды. Облыс әкімі Кәрім Көкірекбаев шаһар жұртшылығын мерекемен құттықтады. Елбасымен жеті кездесу. Тараздық кәсіпкер Сәуле Рыспаева бүгінгі жетістігін президент сенімімен қолдауының нәтижесі деп біледі. Кәсібінің көкжиі кеңейген іскер әйелдің ерінбеген еңбегі тәуелсіздікке тарту. Шаһарды толық жарықпен қамтуға қауқарлы Рысбек қосалқы электр станциясы қайта қосылды. Енді заманауи технологиямен жабдықталған энергетикалық кешен халық игілігіне қызмет етпек. Бүгін мұсылман қауымы үшін Рамазан айы аяқталып, қасиетті ораза айт басталды. Ал облысымыздың барлық мешіттерінде айт намазы оқылды. Облыстық Хибатулла Тарази мешітінде айт намазы қасиетті Құран сөздерімен басталды. Барша жамағаттың назарындағы осынау сауапты шараға облыс әкімі Кәрім Көкірекбаев қатысты. Мұсылман жамағаттың ең қасиетті мерекелерінің бірі ораза аяқталған соң 3 күн айт басталады. Бұл мереке халқымыз үшін діни ғұрып қана емес, ұлттық дәстүрімізбен біте қайнасып кеткен ұлық мейрам. Жамағат мол дастархан жайып, бір-біріне қонаққа барады. Келесі айт мерекесінде амандықпен жүздесуге игі тілектерін білдіреді. Айт намазы оқылмас бұрын аймақ басшысы Кәрім Көкірекбаев жиналған жан ізгі қауымды айт мейрамымен құттықтады. Елді бірлікке шақырды. Ол бүгін Рамазан айымыз. Алланың нұрымен, Алланың күшімен ораза ұстаған азаматтарға өте керек болды. Бұл мейрамды көтеріңкі көңіл күймен қарсы алу мұсылман қауым үшін игі дәстүрге айналған. Облыстық Хибатулла Тарази мешітінің бас имамы Данияр Жұмабаев алдымен жиналған жамағатқа айт намазының тәртібін түсіндіріп өтті. Намаз басталарда халық мешіт ішіне сыймағандықтан аулаға да кілемдер төселіп, барлығының намазға жығылуына жағдай жасалды. Мыңдаған көпшілік қаз-қатар сапқа тұрып, таңғы сағат 7:00-де сәждеге бас қойды. Бүгінгі қасиетті Рамазанның қоштасар сәтіндегі қасиетті ораза айт мерекесі бәрімізге құтты берекелі болсын. Бұл мереке Алла тарапынан ерекше бір мұсылман балаларына белгіленген күн. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам айтқан екен, бұл күн біздер үшін ерекше күн болады. Және Мұса пайғамбарға біз өзіміз жақынбыз. Аллах тағала бізге екі мерекені берді. Ол ораза айт пенен құрбан айт деген екен. Намаздан кейін халық бір-бірін айт мерекесімен құттықтап, ізгі тілектерін жолдап жатты. Ораза айт халықтың көңілін қуанышқа бөлейтін, кірбіңнен тазалайтын ұлық мереке болып саналатын ерекше атап өтті. Сондай-ақ жиылған жұрт келесі Рамазан айына амандықта жетіп, жүздесуге ниеттес екендіктерін білдірді. Көпшілікке жамағатқа айтарымыз, ниеттері қабыл болсын. Алла заманымыз тыныш болып, елбасымызға сабыр беріп, Құда қаласа осы отырған жамағатпен келесі жылы айт намазында аман-есен жолығуды нәсіп етсін Алла. Мұсылман бауырлар, бүгінгі келіп жеткен айт мерекесі баршаларыңызға қабыл болсын. 30 күн ұстаған ниет еткен ниеттеріңіз қабыл болып, мұраттарыңыз асыл болсын. Бүгінгі айт намазынан осы айт намазы қабыл болсын. Жылдан жылға ораза айына аман есен жете берейік. Қазақ халқы аман болсын. Мереке қарсаңында барлық үйде айттың дастарханы жаюлы екені белгілі. Сондай-ақ бұл күнде араздасқан жандар татуласып, ал тату жандардың ынтымағы арта түспек. Келер жылы Рамазан айында ынтымақта жүздесуді жазсын. Рахат Күзберген, Марат Таубаев, 7 Ньюс.
Әйел ана бүгінде тек отбасының ұйытқысы емес, қайырымы ол ізгі істердің жаршысы да. Осындай жандардың бірі жамбылдық Сәуле Рыспаева. Оны ел осындай қасиеттер үшін Тараздың таңшолпаны деп те атайды. Кәсіпкерліктің қыр-сырын жылдам әрі жетік меңгерген Сәуле Рыспаева бүгінде баспасымен айналысатын ірі кәсіпорынды басқарады. Кәсібіне қанықжан елбасымен осымен 7 мәрте жүздескен. Астана күніне орай телеарна тілшілері іскер әйелмен кездесті. Тәуелсіздіктен кейін тоқырау жылдары басталған тұста елімізде жұмыссыздық белең алған болатын. Дүкен сөрелері босап, сандалып қалған көпшілік болашаққа күмәнмен қарағанды. Көңіліңде сенімнен гөрі күдік басым болған Сәуле Рыспаева тәуекелге бел буып, өз ісін бастауды қолға алады. 1992 жылы алғаш рет Жамбыл жерінде мөр жасайтын кәсіпорын ашады. Арман мен қиял жетегінде басталған тың кәсіптің бүгінде өрісі кең. Мұның барлығы талай жылдық қажырлы еңбектің, тынымсыз ізденістің арқасы. Баспа ісі шақыру хат, мөр, сурет, плакаттар және кеңсе жұмыстарына қажетті заттар шығарады. Қазір кәсіпорында 60-қа тарта адам жұмыс істейді. Қаптау, қорапқа салу жұмысы және де сувенирлердің көп деген түрлері бүгінгі күнде дайындалады. Ол әрине біріншіден осында жұмыс жасайтын нағыз майталман мамандардың арқасында жасалынады. Екіншіден бұл үлкен де алып станоктардың, техниканың көмегімен. Бүгінгі күнде техника өте жақсы дамыды. Барлық мемлекеттердің техникаларымен жұмыс істейміз. Компания бүгінде өз өнімдерімен барша жұртқа танымал. Жоғары тағылыммен әрі сапалы әзірленген дүниелер елімізде және шетелдерде өткен көрме байқауларда жоғары бағаланған. Сәуле Рыспаева осы кәсібінің арқасында елбасымен 7 рет жүздескен. Әрбір кездесу жаңашылдыққа бастау болды. Қобалжыған көңілге қуат берді дейді ол. Міне көптеген қиыншылықтардан тұратын кезеңнен бастадық, бірақ өкінбейміз, осы күнге дейін сол мекемені өрбітіп жұмысын, жұмысшылардың санын көбейтіп, мемлекетімізге төлейтін қаржыны көбейтіп, өсіп келе жатырмыз деп ойлаймын. Біздің президенттің кәсіпкерлерге деген қолдауының арқасында, себебі кез келген шығарылған үкімнің барлығы біздің кәсіпкерлерге өте тиімді болды. Сәуле Рыспаева тірліктің көзін тапқан іскер әйел ғана емес, аяулы ана, білікті басшы. Арман мақсатқа жетеледі, мақсат мұратқа жеткізді. Осындай өмірлік ұстанымы Сәулені өнегелі өмір иесі атандырды. Бақытты етті. Халық арасында қалпақты қыз атанған кәсіпкер өзінің әрбір жетістігін ел тәуелсіздігімен, елбасының қолдауымен, салиқалы саясатымен байланыстырады. Ақбота Қайнар, 7 News. Бүгін Тараз қаласында қайта жөндеуден өткен Рысбек қосалқы электр станциясының салтанатты ашылып өтті. Іс-шара Қазақстан Республикасының Астана күні мерекесіне орайластырылған. Қаланың барлық шағын аудандарын жарықпен қамтамасыз етіп тұрған бұл станция жаңа заманауи құрал жабдықтармен жабдықталған және айтарлықтай абоненттер ауқымын арттыруға мүмкіндігі бар. Мекеме ендігі кезекте 100 мыңға жуық нысанды жарықпен қамтамасыз етпек. Қала аумағындағы ең үлкен электр станциясы қуатты трансформаторлармен жабдықталып, барлық құрылғы автоматты жүйеге қосылған. Облыс әкімінің орынбасары станция қызметкерлерін құттықтап, жұмыстарына сәттілік тіледі. Жобаның инвесторы Жамбыл электр жүйесі компаниясына осындай ауқымды жобаны іске асырғаны үшін шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Сіздерді келе жатқан Астана күні мерекесімен және жаңа электр станциясының ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл кәсіпорын өз жұмысын 1971 жылы жаңа деген атаумен бастап, сол кездің өзінде шаһардың барлық шағын аудандарына электр энергиясын таратқан. 2013 жылы басшылық ауқымды қайта жаңғырту жұмыстарын бастауға шешім қабылдайды. Кезеңмен жүргізілген жұмыс барысында аса қуатты трансформаторлар ауыстырылып, май арқылы жұмыс жасайтын ұяшықтардың орнына вакуумдер орнатылған. Жалпы айтсақ, бұрынғы есеппен айтсақ, 1-ші микрорайоннан бастап 11-ші микрорайонға дейінгі аралықтың барлығы. Яғни бұған тек қана кейін қосылған Астана мөлтек ауданы кірмейді, оның Тоқкөзі бөлек және кейіннен қосылған Бәйтерек мөлтек ауданы кірмейді. Аталған мекеменің қайта жаңғырту жұмыстарына 3 жылдың ішінде 4 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсалған. Қаржының барлығы кәсіпорынның өз есебінен жүзеге асырылған. Қазіргі заманғы жоғарғы дәрежелі технологиямен жабдықталған энергетикалық кешен ендігі кезекте халық игілігіне қызмет етпек. Мерей Байет, Камила Чумадилова, Серік Тәжібаев, 7 News.
Облысымызда тау-кен және газ өңдеу, химия, тамақ өнеркәсібі, құрылыс материалдар өндірісі едәуір дамып келеді. Өнеркәсіп өндірісінің негізін 400-ге жуық ірі орта және шағын кәсіпорындар құрайды. Мұнда 30 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылған. Бұл туралы Жамбыл облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды инновациялық дамыту басқармасының басшысы Болат Есімбековтың қатысуымен өткен брифингте айтылды. 2016 жылдың қаңтар-мамыр айларында Жамбыл облысының өнеркәсіп кәсіпорындарымен 150 миллиардқа жуық теңгеге өнім өндірілген. Ал 2015 жылы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілер тарапынан өндірілген өнім көлемі 327,6 миллиард теңгені құрап отыр. Бұл 2015 жылмен салыстырғанда нақты көлем индексі 104%. Облыс экономикасының басым бағытының бірі шағын және орта кәсіп бизнесін дамыту болып табылады. Бүгінгі таңда өңірімізде 60 мыңға жуық кәсіпкерлік субъектілер болса, оның 4 мыңнан астамы шағын бизнестегі заңды тұлғалар. Бүгінгі күні 56 орта кәсіпорын мен 40 мыңға шамалас жеке кәсіпкерлер, 15 мыңнан астам шаруа қожалықтар тіркелген. Дегенмен әлемдік экономикадағы келеңсіз тенденциялар облысымыздың өнеркәсіп саласының бір қатар төмендеуіне әсерін тигізуде. Мәселен, ағымдағы жылдың қаңтар-мамыр айларында металл бұйымдарының өндірісі мен жеңіл өнеркәсіп химия өндірісі салаларында өнім көлемі төменделген. Аталған жағдайдан шығу мақсатында өнімнің өзіндік құнын төмендету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша жобалар әзірленуде. Сонымен қатар облыстағы туризм саласын дамыту үшін де қала мен аймақтардағы туристік нысандарға сараптамалық зерттеу жұмыстар жүргізіліп, Экспо 2017 көрмесіне келушілерге арнайы туристік бағыттар жоспарлануда. Бұл тұрғыдан облыстың туризм дамытуға алғышарттары жетерлік. Аймақта туризмді дамыту мақсатында облыстың туроператорлары мен қонақ үйлеріне Экспо 2017 Қазақстан туризмі үшін мүмкіндік тақырыбында семинар-тренинг өткізілді. Ал Ұлы Жібек жолы бойында турларды ұйымдастыру мақсатында дипломатиялық корпус өкілдеріне ақпараттық тур ұйымдастырылды. Шомылу маусымы басталғалы өңірде судағы қайғылы оқиғалар жаппай орын алуда. Жыл басынан бері қала аумағында суға кеткен 7 адамның 5-і кәмелеттік жасқа толмағандар. Сол себепті де демалу орындары мен бағаланбайтын су айдындарында азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тиісті мекемелер тарапынан алдын алу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл жайлы Тараз қаласы әкімінің орынбасары Мақсат Ақаевпен бүгін өткен брифингте айтылды. Суға кетіп қаза болғандар саны былтырғымен салыстырғанда биыл 3 есеге көбейген. Мамандар себебін көбіне қауіпсіздік ережелерін сақтамау мен ата-аналардың балаларын қадағаламауынан деп отыр. Бүгінде аймақта құтқарушы посттар құрылып, оған жұмыспен қамту орталығында жұмыссыздар есебінде тіркелген 22 азамат қабылданған. Демалыс күндері шомылу орындарында төтенше жағдай департаменті, полиция қызметкерлері және жергілікті билік өкілдері бірлесе бақылау жұмыстарын жүргізеді. Бүгінде Талас өзенінің бойына шомылуға тыйым салу белгілері толық орнатылған. Осы жерден бір кездері жас балалар, жеткіншектер суға секіріп жүретін, қазір секіруге қатаң тыйым салынған. Жаңағы айтқан 2 канал, Базарбай мен сол жақ жағалаудың каналдарына екеуіне де тыйым салынған. Ол жерге де сол жердің тұрғындары, балалар суға түсіп, автобекет маңынан судан шығып жүретін каналдың бойымен. Жамбыл даңғылы автобекет аумағында Қарасай ауылына жетпей орналасқан көпірдің оң жақ сол жағында да қауіпті аймақтарға осындай белгілер қойылған. Бүгін Тараз қалалық мәдениет үйінде елдіктің жүрегі, теңдіктің тірегі Астана атты жастар акциясы өтті. Астана күніне орай жасалып жатқан шараға қатысушылар белсене атсалысты. Акцияның мақсаты Астана күнін халық арасында кеңінен насихаттап, өскелең ұрпақты отан сүйгішке баулу. Сондай-ақ болашаққа айқын жол 2020 Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар саясатының тұжырымдамасын іске асыру. Мұнда кішкене бүлдіршіндер де өз өнерлерін көрсетіп, елордаға деген махаббаттарын өлең шумақтарымен жеткізді. Астана бұл еліміздің тірегіне айналған, Еуразияның жүрегіне айналған үлкен саяси экономикалық шаһарға айналғаны баршаңызға белгілі. Әсем шаһар барша жастардың жүрегінен орын алып, жастардың қазіргі таңда шоғырланатын, жастардың оқуға, қызметке барғысы келетін үлкен мотивациялық шаһарды шаһар қала деп қарастырсақ та болады. Бүгінгі таңда аталып өткен мынау акция Астана күнін атап өту, мынау Тараз қалалық жастарының ұйымдастыруымен өткізіп жатқан акция өте жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай Ұлы дала азаматтары атты патриоттық акциясы аясында республикалық автошеруде Жамбыл облысына келді. Іс-шара аясында шеру құрамындағы Қырғызстан Республикасының ішкі істер органдарының ардагерлерімен бірге облысымыздың генералдары, жергілікті билік өкілдері бірігіп, Мәңгілік алау мемориалына гүл қою рәсімін өткізді.
Кең ауқымды шара Қырғызстаннан келген құрамында 18 генерал-полковниктері бар автошеруді күтіп алудан басталды. Одан әрі Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына және Ұлы Отан соғысы жылдары алғашқы әскери құрамалардың құрылғанына 75 жыл толуына орай салтанатты гүл қою рәсімімен жалғасты. Биылғы жылғы барлық қоғамдық саяси мәдени танымдық шаралар осы ұлттық тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналып отыр. Осы орайда қасиетті Әулиеата жеріне жас қазақ мемлекет генералдар кеңесінің өкілдерінің автошеруі арнайы ат басын бұрап отыр. Жамбыл жеріне қош келдіңіздер, ардақты ел ағалары, қадірі биік генералдар. Бұл сапар ел бірлігі мен татулығының кепілі. Нұр Отан партиясының қолдауымен және партияның ардагерлерді ардақтайық ұлы дала елі жобалары аясында ұйымдастырылған шара майданда мерт болған сарбаздарды 1 минут үнсіздікпен еске алу рәсіміне ұласты. Спасибо вам. Сіздерге рахмет. Біз мұнда жүрек қалауымызбен келдік. Себебі Жамбыл облысы Тараз қаласында әйгілі 316 атқыштар дивизиясы құрылған. Ерлік елге мұра, ұрпаққа аманат. Салтанатты жиынның мақсаты да сол. Жас буынның патриоттық сезімін оятып, халық бірлігімен жалпы ұлттық құндылықтарды нығайту, дейді шара ұйымдастырушылары. Жансұлу Дүйсенәлі, Марат Таубаев, 7-7 Ньюс. Алда спорт жаңалықтары, арнамыздан алыстамаңыздар. Футболдан Францияда өтіп жатқан Европа чемпионатының жартылай финалына шыққан командалар белгілі болды. 3 шілдеде өткен соңғы ширек финал матчында Франция Исландияны 5-2 есебімен жеңді. Енді Франция құрамасы жартылай финалда 2004 жылғы әлем чемпионы Германиямен кездеседі. Бұл матч 7 шілдеде өтетін болады. Ал 6 шілдеде Уэльс пен Португалия 2 финалдық жолдаманы сарапқа салады. Европа чемпионатының финалы 10 шілде күні Парижде ұйымдастырылады. 2012 жылғы Европа біріншілігін Испания құрамасы жеңіп алған болады. Биыл Испания 1-8 финалда Италиядан жеңіліп, атағын қорғай алмады. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар лигасындай амандықта жүздескенше, ал қазір ертеңге арналған ауа райы мәліметі.